9-шы есеп. Екі қамырдың құрамындағы ашытқының концентрациясы сәйкесінше 25% және 40%. Яғни бізде екі қамыр бар екен, олар қамырды ашыту үшін ашытқы пайдаланылған. Біріншісінің құрамындағы ашытқысы 25% дейді, екіншісінің құрамындағы ашытқысы 40%. Бұл екеуін араластырып елесеңіз, бұл екеуін қосып жіберсе, құрамындағы ашытқының концентрациясы 30%-ке тең болатын қамыр қоспасы шығады. Шығады деген сөз тең болады 30%-тік қамыр қоспасы шығады. Шынымен де мына екеуінің ортасындағы мән шығады әрине. Егер бірінші қамырдың массасы екінші қамырдың массасынан 200 граммға артық болса, мынадан 200 грамм артық дейді. Яғни біріншісінен 200 грамм кеммен бірдей. Біріншісі екіншісінен 200 грамм артық болса, онда екіншісі біріншісінен 200 грамм кем деген сөз. Сондықтан мен біріншісін x грамм десем, мына одан 200 кем, яғни x азайту 200 грамм болады. Бірақ қосылған кезде мына массалар міндетті түрде қосылады, сондықтан x-ке қосамыз x азайтылған 200-ді, сол кезде 2x азайтылған 200 деген салмақ шығады, масса шығады. Енді бірінші қамырдың массасын табыңыз, x табыңыз дейді. Бұл концентрацияға арналған теңдеулер, концентрация тақырыбын видео сабағын қарап шықсаңыз болады. Оның теңдеуін құрастыру үшін мен әдейі әр массаның астына өзінің сәйкес ашытқының концентрациясын жаздым. Мынау біріншісінің құрамындағы ашытқы, мынау екіншісінің, мынау қорытындыда шыққан қамырдың құрамындағы ашытқының концентрациясы. Сосын әр массаны өзінің процентіне көбейтіп шығам теңдеу құрастыру үшін. Яғни 25-ті мен көбейтемін x-ке, қосамыз, x азайтылған 200-ді 40-қа көбейтем, немесе 40-ты көбейтем x азайтылған 200-ге тең болады. Мынарда 30-ды көбейтеміз 2x азайтылған 200-ге. Енді мынандай теңдеуден x-ті тапсаңыз, сол мына бірінші қамырдың массасы шыға келеді. Дұрыс па? Енді бұл теңдеуді бас салып шығармастан бұрын барлығын 5-ке бөліп жіберейін. Өйткені барлық мынау 3 мүше тұр ғой, мына біреу, екеу, үшеу, міне бірінші, екінші, үшінші. Осылардың әрқайсысы коэффициенттер 3-ке бөлінеді. 25-та, 40-та, 30-да керісінше 5-ке бөлінеді. 25-та, 40-та, 30-да 5-ке бөлінетін болғандықтан бұларды мен 5-ке қысқартып жіберемін. Яғни аз сандармен жұмыс істеу үшін 25-те 5-ке бөлсек 5, 40-та 5-ке бөлсек 8, 30-да 5-ке бөлсек 6. Енді жақшаны ашсаңыз болады. 6, мынау 6-ның түрі. 5-те x-қа 5x болады. Қосамыз. 8-де x-қа 8x минус 8-де 200-ге 1600. Жақшаның сыртындағы сан әр жақшаның ішіндегі мүшеге жеке-жеке көбейтіледі. 6 көбейтіледі 2x-қа 12x. Және 6 көбейтіледі минус 200-ге минус 1200 болады. Енді 5x-қа 8x қосамыз 13x, мына 12x одан азайтылады. Егер 13x-тен 12x азайтсақ, x қана қалады. Ал минус 1600 бұлай қосылады. Плюс 1600 минус 1200-ден 400 шығады. X деген жаңа біздің бірінші қамырдың